Сәлем балалар, бүгін 49-шы сабақ. Бүгінгі сабақта біз сандарды қосу және азайтуды әрі қара үйренеміз. Бірінші суретке қараңыздар. Мына жоғарыда айтады. Отбасы мүшелері боулинг ойнады. Әкесі, анасы, баласы. Ойыншылардың әрқайсысы неше ұпай жинаған анықта мысал түрінде жаз дейді. Мінеки боулинг ойнаған, мұнда ұпайлар көрсетіліп тұр. Ендеше неше ұпай жинағанын біз мысал түрінде жазып, есептеп көрейік. Ендеше әкесіне қарайық. Әкесі неше ұпай жинады екен? Мына астында ұпайларды бір-біріне қосайық. Мінеки 10 ұпай тұр. Мінеки бірінші 10, екінші 20 ұпай. Одан кейін тағы да мынау үшінші тұрған 20 ұпай. Енді қараңыздар, мынаны есептейміз ба? Тұрып тұрғанды есептейміз, есептемейміз, тек құлағандарды ғана есептейміз, иә? Сол құлағандары әкесінің жинаған ұпайы және мынау тұрған 30. Ендеше қанша болады? 10-ға 20-ны қоссақ 30. Мына жерде 30 шығады. 30-ға 20-ны қоссақ 50. 50-ге 30-ды қоссақ 80. Сонда әкесі 80 ұпай жинаған екен. Енді баласына қарайық, неше ұпай жинаған? Бірінші 10. Келесі тағы да 10 ұпай жинапты. Және құлағаны мынау тұрған үшінші 30 ұпай жинапты. Мына тұрғандары есептемейміз, өйткені олар құлаған жоқ. Сонда 10-ға 10-ды қоссақ 20, 20-ға 30-ды қоссақ 50. Ұлы 50 ұпай жинапты. Келесі анасы 10 ұпай жинаған және мынау тұрған 30 ұпай жинаған. Сонда екеуін қоссақ 40 ұпай болады. Сонда әкесі 80, ұлы баласы 50, анасы 40 ұпай жинаған. Мына құлағандар ғана олардың ұпайына жатады. Келесі қосу мен азайтуға мысалдар жаз, олардың мәнін тауып есепте дейді. Ендеше есептеуге бірінші мысалы қосылғыш 50, екінші қосылғыш 60. Яғни біз қалай жазамыз? Біз 50 қосу 10 дейміз. Екінші қосылғыш 60 деп бұнға 10. Екеуін қосқанда 60 болады. Сонда қосындының мәні 60-қа тең. Келесі бірінші қосылғыш 40, екінші қосылғыш 50. Екеуін қосындысы қанша? 90. Сонда қосындының мәні екінші 90-ға тең. Одан кейін 80 қосу 20. 80-ге 20 қоссақ қанша шығады? 100 шығады. Сонда үшінші қосындының мәні 100-ге тең болады. Келесі айырманы есептейік. Ендеше 80, мінекей азайту қанша? 60. 80-нен 60 азайтса қанша болады? 20. Мына жерде айырманың мәні 20-ға тең. Келесі 40 азайту 10. 40-тан 10-ды алсақ қанша болады? 30 шығады. Айырманың мәні 30-ға тең. Келесі 70 азайту 20 тең 50 болады. Неге осылай шығарамыз екінші есепті? Келесі үшінші есеп жауабы 30-ға тең болатын мысалдарды теріп жаз. Қайсы 30-ға тең екенін анықтамас бұрын біз алдымен барлығын есептеп алайық. 90 азайту 60. 90-нан азайтса қанша шығады? 30 шығады. Келесі 50 қосу 20 қанша болады? 70 болады. 50 қосу 0 50-ге тең. 80 азайту 30, ол да 50-ге тең. 60 қосу 10, 70-ге тең. 50 азайту 10, 40-қа тең. 10 қосу 20, 30-ға тең. 80 азайту 50, 30-ға тең. Келесі 80 азайту 60, 20-ға тең. Енді біз 30-ға тең болатын мысалдар теріп жаз дейді. Осының астынан бізге 30-ға тең болған мынау бірінші мысал, мынау екінші және 3. Осы 3 мысалды теріп жазасыздар. Мінекей.
Қалғандарын жауап 30-ға тең емес, сондықтан оны жазбаймыз. Осы 3 мысалды жазамыз. Төртінші тапсырма, сандардың қосындысын таңда, үлгі бойынша айырмалар құрастыр. Мінекей сандарды көрсеткен. Енді бізге үлгі көрсеткен, яғни 3 қосу 4, 7, 4 қосу 3, ол да 7-ге тең. Және соның айырмасы 7 азайту 4, 3, 7 азайту 3, 4. Енді біз осындай бір қосындыны таңдап, үлгі бойынша осылай айырма жасауымыз керек. Енді біз бір қосындыны таңдайық. Сандардың қосындысын, мысалы 2 қосу 5-ті таңдайық. Яғни мына жерде тұрған сандардың барлығын қосындысы 7-ге тең. Байқасаңыздар, 0 мен 7, 1 мен 6, 2 мен 5, 3 мен 4, 4 мен 3, 5 мен 2, 6 мен 1, 7 мен 0. Барлық қосындысы 7-ге тең, біз сол біреуін таңдайық. Яғни 2 қосу 5 таңдаймын. 2 қосу 5 бізде 7-ге тең, және керісінше 5-ке 2-ні қоссақ та 7. Енді осының айырмасын жазатын болсақ, 7 азайту 5 2-ге тең, 7 азайту 2 5-ке тең. Енді келесі қатарға қарайық. Келесі қатарда бізде 70 ондықтар берілген. Яғни бұл сандардың барлығын бір-бірінің қосындысы 70-ге тең. Байқасаңыздар, 70 пен 0, 60 пен 10, 50 мен 20, 40 пен 30, 30 мен 40, 20 мен 50, 10 мен 60, 0 мен 70. Осы сандардың қосындысын барлығы 70-ге тең. Олардың арасынан да біз біреуді таңдайық. Яғни таңдаймыз 20 мен 50-дің қосындысы, 20 мен 50-дің қосындысы 70-ге тең. Немесе 50 мен 20-ның қосындысы да 70-ге тең. Айырма түрінде жазатын болсақ, 70-тен 50-ді азайтсақ 20-ға тең, 70-тен 20-ны азайтсақ 50-ге тең. Мінекей, мынандай сандардың қосындысын таңдап, үлгі бойынша біз оларға айырмасын құрастырдық. Соңғы есепте. Сонымен бүгін 49-шы сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.